ежелгі мемлекеттік бірлестік. Бұл ежелгі дәуірлерде тайпалар мен рулардың бір орталыққа бірігіп, үлкен саяси құрылым құруы. Яғни бірнеше тайпаның одақ құрып, бір басшыға бағыну арқылы пайда болған алғашқы мемлекет түрі. Ерекшеліктері. Бірнеше тайпаның немесе рулардың бірігуінен тұрады. Билік әдетте тайпа көсемінде қаған, патша, бек сияқты тұлғада шоғырланған. Өзінің аумағы, әскері, басқару жүйесі болады. Ортақ заңдары, әдет ғұрыптары, салық түрлері қалыптасады. Қазақстан аумағындағы ежелгі мемлекеттік бірлестіктер: Сақ мемлекеттік бірлестігі, Үйсін мемлекеті, Қаңлы мемлекеті, Ғұн мемлекеттік бірлестігі. Ежелгі мемлекеттік бірлестік ортақ жерді мекендеген ру тайпалардың саяси, әскери және шаруашылық мүдделеріне байланысты бірігіп құрған алғашқы мемлекеттік құрылымы. Ал тайпалық бірлестік бірнеше туыстас тайпалардың уақытша бірігуі. Бұл әлі толық мемлекет емес, тек ортақ қауіптен қорғану, шаруашылық мүдде үшін құрылған одақ. Мысалы, сақтардың Парадарая, Тиграхауда, Хаумаварга сияқты тайпа топтары.